Babadan bizge ay amanat. Kelin keldi жақындар, маңайды түгел шақыр бар. Бет ашар айтып шырқайтын, ортаға шықсын ай ақындар. Ортаға шықсын ай ақындар. Жарын айтып жастауын, думаның өтсін ай дүрілдеп. Тілменен көзден сақтасын, келінің жұрты мақтасын. Сыйынып жалғыз Аллаға, ақ босағадан ай аттасын. Ақ босағадан ай аттасын. Тартар ай ұл тапқан. Келе ғой келін келе ғой, алтын отауға ене ғой. Алдыңнан шыққан әр жанға еліп сәлем ай бере ғой. Еліп сәлем ай бере ғой. Енеңді сыйла ентелеп, атаң сыйла еркелеп. Ырысың артық болады, таңменен тұрсаң ай ертерек. Асылдардың ізісің, бүгіннен бастап осы үйдің өзіңде қалқам ай қызасың. Өзіңде қалқам ай қызасың. Ашылып жүрсің қабағың, қалмасын босап табағың. Ақ келін айдай қарағым, болсыншы құтты ай қадамың. Болсыншы құтты ай қадамың. Мына Саламатмен Сұлтанның алған келіні құтты болсын, өмірі ұзақ болсын, бақытты болсын, өнсін, өссін, көбейсін, еліміз тыныш бейбітшілік болсын, бәрің үйіңде той болсын. Мына алған келіндерім құтты болсын, бақытты болсын, шаңырағы биік болсын, босанысы беріп болсын, дүниямыз тыныш болсын, заманымыз, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, жастар өне берсін, өсе берсін. Келін алмағандар келін алсын, қыз ұзатпағандар қыз ұзатып, той болып бола берсін, жақсылық бола берсін, құтты болсын. Алдығарға бақытты болсын, әулетті болсын, қатағының алды болсын. Мына төгіп атқан бұта болы құтты болсын, шаңырағы биік болсын. Керегесі кең болсын, босағасы берік болсын. Мына келген келінің қадамы құтты болсын. Қадамына нұр жаусын. Ата анасына, денесіне адал қызметі бұйырсын. Мына тапқандағы әмі уақыт тойға жайылсын, той деп келеді. Ауырмасын, тойдан тойға жете берейік. Осы апалардың айтқан сөзі бәрі несін қосылған апалардың. Nasıl? Күйеу патшамыз саламат, тойларың құтты болсын.
Келіндеріңіз құтты болсын. Үйлерің әйтеуір осына мерекеде тола берсін, дастархан жайылып, сіз біз бенен жүре берейік. Рахмет. Сұлтан аға, Саламат апа, келіп жатқан келіндеріміз құтты болсын, оң болсын, бақытты болсын. Мына ораза менен қосылып келіп жатыр ғой енді. Ораза айтымыз да құтты болсын, Құдайым. Қадамдарына нұр жаусын келген келіннің. Қызметі бұйырсын осы Сұлтан аға мен Саламат апаңа. Бақытты болсын. Бәрімізге де жұғысты болсын келін. Сол айтайын. Nane beyleri gibi yapıyor. Uyumayın. Sütüp жүргенде қапайғанды дүниеге қаласың. Ал құрметті қадірменді қонақтар, бүгінгі қуанышқа келген. Мына арт жақта тұрған кісілер келіңіздерші. Құрметті қадірменді аталар. Бермен қарай жақындаңыздар. Мына келіннің артында тұрмайық, бері қарай келіңіздер. Үйдің артында тұрған ағалар, бауырлар, аталарымыз келіңіздер жақын. Ал құрметті қадірменді қонақтар, мына қуана білгенге құт қонат, бағалы білгенге бақ қонат дегенде, бүгін міне Сұлтан ағамыз бен Саламат әпкеміз алса хатын жіберіп, жақынға атын жіберіп, барша ағайынның басын қосып, бүгінгі қуанышты бөлісіп жатыр екен. Ендеше бүгінгі қуаныш иелерінің қуанышы құтты болсын деп, жақсылап тұрып бір қошеметтеп, қол соғып қояйық, құрметті қадірменді қонақтар. Ал тағы да қош келдіңіздер. Енді мына керемет айт мерекесінде оразадан кейін қандай керемет бүгінгі қуанышқа келіп жатсыздар. Алғашқы қуаныш беташарға келіп жатсыздар. Енді жақсылап тұрып қошеметтеп қол соғып, келініміз дайын болса екі абысымен бірге ортаға шақырайық, бір жақсылап тұрып беташарымызды бастайық. Ал келінімізді ортаға шақырайық, қошеметтеп қол соғайық. Kelin yüzünden aynalayın. Kelin geldi, kuvanda da atana gönülleri. Kelin geldi, kuvançta anayın gözün gördü. Koşemetle kozuna jaslatın, dostlarıyla seçin. Şimdi ağayın ayamağın, köründük türkün bugün şaşıladın. Kelin geldi, kuvanda da atalar kömürlerdi. Kelin geldi, kuvanışta Rahmet. Al жақсылап тұр, бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Ал енді оқта ұстайтын, кел ой. Ал, атыңды айтып қойшы, мына жақ қара. Кім? Кім боласың? Кім боласың? Бүгінгі ағаңа. Мақұл, жеңгеңе кім боласың? Қайным. Қайның ба? Қайнысысың ба? Қайнысы деген. Қайнысы, бәрекелді. Ал, қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Рамазан екен аты, қандай керемет, міне. Ой, қандай керемет, мына ораза кезінде Рамазан деген. Ой, жақсылап тұрып байлап жіберіңіздер. Рахмет. Ал енді ары қарай тарт. Жайтар. Ой, тартып қап, келінді ашып жіберме. Былай қарай. Тоқтау дұрыстап ұста. Жоқ, сен балық аулап тұрған жоқсың, бері қарай келсей. Сәл. Мына басын көтер, тарт тұр. Көрсетіп қойыңыздар. Кішкене көтеріп, шыдай енді бір. 1-2 сағат ашам, шыда. О, тартпа. Жоқ, анан түсірсін, айзақ сотпай. Осылай, екі қолмен ұстап отыр, қолың шаршап кетеді қазір. Ал, Рамазанға бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Ал енді, ерекең қасыма шақырайын.
Ерекең өзім көршім бүгін енді қуанышқа келіп жатыр. Барлығымызды шақырған, музыкантымен, камерасымен бірге шақырған осы жігітке бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Ал құрметті қадірменді қонақтар, жақсылап тұрып енді бет ашарымызды бастап, бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашайық жақсылап тұрып. Дұрыстап, қайттан айтам кеттік, айқайлап отырыңыздар. Бүгін бірінші алғашқы сезон ғой. Сөйтіп отырсаңыз, қыстан шыққандай бір кішкене. Бірінші арнауымыздан бастайық енді. Ал бисмилля, сақта Құдай сүрінгеннен, ел алдында сөз таппай кідіргеннен, бет ашарда халықпен амандасып, бетімді ашып алайын мен жырыммен мен. Ассалаумағалейкум аталарым, ұл қызымның барлығына ілім берген. Аман ба ақ жаулықты әжелерім, ұрпағының барлығына ғұмыр берген. Аңқылдаған ағалар қалайсыңдар, бүгінгі бет ашарға шұғыл келген. Жеңгелер жағдайларың жақсы меді, ашуланған ағамды күліп жеңген. Ақынның ақ сәлемін қабылдаңдар, келіннің сәлемінен бұрын берген. Ай Ол бәріңде текті туған нарсын деймін, жұлдызы жақсылардың жансын деймін. Шапалақ ұрып отқан жеңгелерім жиі төркінге барсын деймін. Шапалақ ұрып отқан кемпірлердің пенсиясы 300 теңге болсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерге ағалар бір шапалақ салсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан кемпірлердің шалдары бір тоқал алсын деймін. Ал халқым жырқымызын шапыралық, шапалақпен шабытты шақыралық. Екі жас білектесіп отау құрдым, махаббаттың балдамын татып алып. Екі жасқа тек бақыт тілейікші, жүрмесін ешқашанда қапы қалып. Саламат анамыз да мәз болып жүр, магазиннен продукты сатып алып. Сұлтанның да баласы құтырды ғой, тұп-тура айт кезде қатын алып. Ал құрмет қадірменді қонақтар, жақсылап бір қошеметтеп қол соғып қойық. Арнайы келініміз сәлем салып қойық. Бүгінгі барша қонақтарымызға арнайы алғашқы бір сәлемін салып қойыңыз. Ал ендеше мына барша өмірден әруақтарымыз бар өткен. Өлер азбайын тірі байымайды деген қазақпыз. Арнайы Тұрар атамызға және де Айжан апаларымызға, Мырза аталарымызға, Қайтер апаларымызға арнайы бір барша әруақтарымызға сәлем салып қойық. Арнайы жатқан жерлер жайлы топырақтар торқа болсын деп арнайы бір сәлемде салып қойық. Ал енді өсиетімізден бастап жақсылап тұрып бет ашарымызды бастайық енді әндетіп тұрып. Балқылардың елінен олжалы болып қайтайын, сөз басында ағайын, жаңа түскен келінге аз дөсет айтайын. Мектебің мынау классың, осында мәңгі тұрасың. Баяғыдай ұйқы жоқ, таңғы 5-те тұрасың. Қаққан кезде қан алып, соққан кезде сөл алып, Сейтжанның екі аяғын бір етікке тығасың. Алла жазса осы үйге келін болып, кіресің, кемпір болып шығасың. Екі жастың қашанда жолдар әркез ақ болсын, аққа Құдай жақ болсын. Бәрін айтта, бәрін айт, балқылардың елдері Қытайлардан да көп болсын. Ал бисмилля, сөз бастаудан қашпайын, асықпайын, апықпайын, саспайын. Айналайық, халайық, шапалақты соғайық, ел қолдаса бет ашарды бастайық. Айналайық, халайық, шапалақты соғайық, ел қолдаса бет ашарды бастайық. Сөз бастадым салтанатпен сән құрып, кетсін даусым шартарапқа жаңғырып.
Айналайын ақ келін, сауысқаннан сақ келін, келін болса осы әулетке мәңгілік. Айналайын ақ келін, сауысқаннан сақ келін, келін болса осы әулетке мәңгілік. Ал құрметті қадірменді қонақтар, жақсылап тұрып қошеметіміз аямай рақшы бүгінгі Сейітжан үшін арнайы. Ал енді құрметті қадірменді қонақтар, ешкімде реніш болмасын. Бүгінгі енді той иелерінің, бүгінгі той жастарын сұрау бойынша мына жақта енді барлықтарыңыз аталарымыз дейміз, нағашыларымыз деп шақырамыз. Ешкімнің атын атамаймыз. Ендігі барлықтарымыз енді білесіздер, ата-апа деген кезде ата-апаларымыз шықсын, құда-құдағылар дегенде құда-құдағылар шықсын. Жақсылап тұрып ортаға билеп көңіл күймен шығайық бүгін. Ал енді аталарымыз дайын болсын, жақсылап шақырайық аталарымыз бен апаларымыз, әжелерімізді. Құрандыға құранды бірлеп келген аталарды қалайша құрметтебем. Ақсақалды аталар отқан кезде қосылма сөз сөйлеуді міндет көрем. Жүндейреп жіп қылған апаларым, су сұрасаң сүт берген апаларым. Ата-апалар, беташардың басында ата-аталар, пенсияның жартысын атасалар, ата-апалар. Ал ортаға жалпы ата-апалар әжелерімізді қошеметтеп қол соғып шақырамыз. Мен бүгін ойладым анам жайлы анам. Ата-апаларымыз Мен үшін алаңдайды күнде ол мені іздейді, таба алмайды досым. Ай досым, досым, мен бүгін ойладым әкем жайлы, әкем малды, сен сауық малың жайды. шығармайызды, шақыраттыңыз бастаған. Ай мініп жасай қуғана, Қандай керемет күн бүгін. ешкімнің көрмей қиянатын, жүрекпен ғана сұялатын, сенемін деуге ұялатын өмір көздері. Құрметті қонақтар, әйтеуір әжелерімізді, апаларымызды көріп жатырмын. Бірақ аталарымыз жоқ па деймін. Бар ма аталар? Жіберші маэстро аталарымызды, аталарымыз үшін. Міне. Домбыраның көшігінде күйгелер ойнаған, қазір менің ақ ойым екі арнаны бойлаған. Домбыраның көшігінде Міне аталарымыз. қазір менің ақ ойым Ойбай, билет жібер маэстро. Көріңіздер ма, 10 мың, 5 мың сағандар қалай билейді? Душы билейді. Шіркін, жасай беріңіз, аталарымыз аман болсын. Ал енді мұна құдаң болсын құрдастай, құдағыңыз сырластай, тәтті құдалар отырамай сыйласпай дейді ғой. Арнайы осы керемет сәтті пайдаланып, құдалар мен құдағыларға арнайы сәлем салып қояйық. Жіберші маэстро. Құдағыларға арнайы. Құдағылар. сүйіп тұрып неге құс дедің? Құдаларымызға бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. 1000 жылдық құдаларымыз аман болсын. Ал енді нағашылар, жиендер, бөлелер бар ма мына жақта? Нағашы, жиен, бөлелер. Ай, міне, қазір жақсылап тұрып шақырам, билеп келіңіздер. Жиенім дедің, жиенімді жанымдай сүйемін дедің. Нағашылар қалап тұр бұл беташарда, жиеніңнің жылқымен түйемін дедің. Нағашы қайда, жиенімнің тойында бағашылмай ма? Көрімдегі дайын тұр жиендеріне. Нағашыларды қошеметтейтін нағалашым қайда? Ал нағашы бөлен жиендер, жібер маэстро.
Nagaşı ciğen bölüler. Çıkar. Hop bile. Hop. Nagaşı ciğen bölüler. Öyle. Sen nagası. Nagaşı ciğen böleler әйтеуір топырлап кетті әйтеуір. Алып кетті ма, салып кетті ма түсінбей қалдық. Топырлап әйтеуір кетті, билеп кетті әйтеуір. Байқамай қалдық. Аман болыңыздар. Мына нағашы бар, нағашы сыйлаған жиеннің бағашылары дейді. Бөлем үшін өлем дейді. Аман болыңыздар әрқашанда. Осылай қуаныштан қуанышқа жүре беріңіздер. Ал енді келіннің қайнатасы қайда? Сұлтан папамыз қайда өзі? Қайнатасы. Кәні? Мен сізді шақырған жоқпын ба бағана? 10 мың теңге қайтып аласыз, болмаса маған саласыз деген жіберіп тұрдың ба? Тұра беріңіз. Ана 10 мыңды алып қойсаңшы. Алыңыз, болды, мен айттым алыңыз. Жоқ, саған да салмаңыз, алсайшы жаман. Сіз шақырамыз. Жоқ, ой, бұл маған сал деген жоқпын ба? Маған, бұл кісілер бәрі одай 10 мың салады, 1000 теңгені. Тоқтаңыз, салмаңыз, шақырам, барыңыз шар жаққа. Шақырайық, болмайды. Кішкене бағанағыда білме қаяқтан білейін бағана. Ой, бұл сізді қайнатасы екен деп. Бағана 10 мың саналмайды негізі, аталарға кетіп қалды ол. Ал, билеп келіңіз. Енді бағана салдыңыз дұрыс. Күнде үйленіп жатқан жоқ, Сейітжан балаңыз. Күнде мен де бетін ашып жатқан жоқпын. Дұрыс, банкке саласыз, болмаса маған саласыз өзіңіз. Ал. Қошаметтеп қоса қойыңыздар қайнатасына. Ей келінжан қалың қалай, көңілді сарқан қарай, енді құтылмайсың оңай. Кеше ғана бойда қыз едің, бүгін мені бойды түзедің, таныстырам елді, дайым бол енді. Келе жатыр қайынадаң, ол қайнатаң енді папаң, сәл үйлесің бе чотам. Ақша сатаңның көп бекен, жоғалды қалтасы бос бекен, тексерейік давай, сәлем сал солай. Ал қайнатасы шығар. Биле. Шап. Қошамет. Не болды, міндетсіндіңіз ғой деген. Бағана ат дұшы сап едіңіз, қазір уже жақтырмай лақтырдыңыз ғой. Ат дұшы салдыңыз ба? Тағы да бір шақырайыншы, ат дұшы салады, көрейік ал. Ал, тағы бір қайталап жіберейік. Тағы да илші келін, ауырмасын енді белің, шыда, қайнатаң ғой сенің. Қайнатаң тағы келсінші, тағы 5000 теңге берсінші, салсын 10 мың болса, не болыпты сонша? Салсын 10 мың болса, бірақ банкіге еместің, ұмыт жатыр. Ал, шап, билейзен, оғы. Ай, қайнатасызды бәле ғой, біледі ғой, банк өздерінде қалады. Айналып кеп 10 мың салат, маған келгенде 1000 теңгені тығап деген. Енді, мақыл, болыпты, рахмет сізге. Ал енді енесі, қайын енесі қайды екен, қол көтеріп қойсын. Қошаметті қосып қойыңыздар. Ал, айналайын келін жақсылап сәлемін сал. Күндіз ісіңе, түнде түсіңе көретін осы кісі болады. Не бар қылады, не жоқ қылады, өшін. Жақсылап тұр бен сәлеміңді аямай енді айналайын. Бұны екі жағындағы екі абысын сіздерге не болды? Жақсылап. Қазір бір сәлем салып қойыңыздар. Мені бір дейісіп салыңыздар. Әйтеуір біреуің көзі келінде, біреуіңкі банкіде әйтеуір білмеймін не болды. Ал, қайненесін жақсылап тұрып шақырайық. Билеп келіңіз енді бүгінгі қуанышқа. Қошамет тұрып отырың. Түн ұйқысын төрт бөліп,
түні мен көз ілмеген, махаббаттың кезінде не екенін білмеген, керек десең өмірі жігітпен де жүрмеген, WhatsApp түгілі шын айтам, агентке де кірмеген, еріндері кеседен басқа жерге тимеген, келген кеткен қонаққа қабағында тимеген. Енеңізге бір сәлем, сұлтан деген табамыздан басқа ешкімді сүймеген. Жібер! Ал жаттар! Біле! Келіс! Белді! Жаутаңдаған баладай жалын. Мынау жарамады енді, көршінің баласы үйленіп атқандай шықтыңыз. Мен жақсылап тұрып шақырайын. Кәдімгідей бір шулатып шықсаңыз, шаңын көтеріп бана жерден. Ал жақсылап тұрып тағы да бір ортаға шақырайын. Қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Енеңіздің талабы таудай болған, сөздері шырын шекер балдай болған. Енеңізге қарап тұрсаң, тұп-тура аспандағы ай менен күндей болған. Енеңе де екінші рет сәлем жаса, тұп-тура қыз жібектен аумай қалған. Ал кеттік, ал жібер маэстро. Ал дейді. Рахмет. Мына таңертеңсі мықты екен, мамамыз. Енеңіз мықты екен. Енеңіз қолындағы барын салып кетті. Қайнатаңды алып кетті, тоқсын білмеймін. Рахмет, аналарымыз аман болсын. Міне, ананың омырауы кәусар бұлақ, құшағы балаңсайтын жұмақ дейді. Әрқашанда аналар аман болсын. Ең жақсысы, ең керемет қуанатын ана ғой өзі. Қошеметтеп қол соғып қойыңыздар арнайы. Ал енді бүгінгі қуанышқа келген арнайы аға жеңгелер, әпке жезділер келіп отыр бүгінгі қуанышқа. Мына ақыл нұрдан жаралған, адалдықтан нәр алған айналайын әпкелер, бауыры үшін жаралған, тойға келер қашанда аққу қаздай таранған дейді. Кетіп баратқан бауырының тауының аяғы сынбас жүздеп дейді ғой әпке деген. Ал аға жеңге әпке жезділер қауымына кеттік ал маэстро, ортаға билеп шығамыз. Аға жеңге әпке, шіргін. Әпкесізділер! Рахмет. Ой, шірген, міне, аға жеңге әпкесізділер аман болсын. Енді мына жақта бағанадан бері бәрін ат салып жүрген осы Расул ағасына, Расул қайнағыңа бір сәлем жасап қош, арнайы. Расулға бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздаршы. Расул ортаға шақырайықшы шіркін. Інілерді ақылменен тағаладың, еңбегімді жырменен бағаладың. Расул деген ағамыз жасай берсін бүгінгі қуанышта 10 мың теңге салып жатқан ағалар, шіркін. Қошемет Расулға, жасай бер Расул. Міне бүгін бағанадан бері ат салысып жүрген сізге 1000 алғыс, осындай болу керек аға жеңге әпке жезділер. Ал енді құрметті қадірменді қонақтар, мына кет айтады ғой, кілем сатсаң да апарып көршіңе сат, бір шетіңе өзің барып отырасың деген қазақпыз, дұрыс па? Арнайы міне көрші деген ең алтын, керемет қой, алтындар ғой бұл айтқанда. Жалпы көршілерімізді ортаға, арнайы ауылдастарымызды ортаға шақырайықшы. Газачок ауылдастарын арнайы көршілермен бірге жібер маэстро. Ал ендеше тағы да айналайын бүгінгі түсіп жатқан келіндеріңіз, енді айналайын келін бүгінгі енді арнайы, енді сені қаның шет бір жағынан әбден мазаңдалады,
бір жағынан жақсы көретін қайындар мен қайын сіңілдерін ортаға шақырайықшы. Ал қайындар мен қайын сіңілдерін арнайы бір сәлем салып қой. Кішкентай бүлдіршіндер. Казачок, сіздер уже ояққа салмайсыздар ғой. Банкқа кетіп қалдыр. Аман болыңыздар, міне көршілер. Қазір ал, қой. Ашуланды ғой. Кішкене шыдайын, сәл қалды. Рамазан уже ашуланайын деп. Ал, ендеше бүгінгі қуанышқа келген енді Сетжан ұлдарыңыздың достары, мына бір дос бар басыңа іс түскенше, бір дос бар мұрныңнан қан кеткенше, бір дос бар кеудеңнен шыбын жан кеткенше дейді. Нағыз достар, міне мына жақта аталарымыз келіп жатыр. Қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Ей! Жүректері бұзған сезім қамалында сағынумен жүрмін. Рахмет. Ал ендеше бүгінгі Сетжанның достары, ұжымдастарын жалпы ортаға шақырамыз. Ал билеп шығамыз достар, кеттік ал. Қошеметтеп қол соғып қойыңыздар Ерекеңе де. Шіркін жасай бер Ереке, менің көршім. Және де мына жақта әлі бар екен ғой, жібер маэстро. Мына жақта бәрі бесің, міне. Рахмет. Міне достар, аман болыңыздар. Мына ақыл дос өмірліктің қысқа болады дейді, адал достар. Амал достардың өмірі қысқа болады дейді. Достар әрқашанда адал болсын. Мына керемет қандай қуаныш. Ал құрметті қадірменді қонақтар, жалпы барлықтарыңыздың аттарыңыз аталып, мына бүгінгі ортаға шықтыңыздар ғой. Ешкімде реніш жоқ қой, а? Реніш бар ма, жоқ па, құрметті қадірменді қонақтар? Ешкім қалып кеткен жоқ қой. Енді қалып кетсе де айып етпеңіздер. Құдай қаласа тойда шығасыздар, ортаға тілек айтасыздар. Ал енді мынаны шеше беріңіздер. Және де мына жаққа келе ғой бауырым. Рамазан кел. Кел, жақын тұр. Құрметті қадірменді қонақтар, тағы да бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздаршы. Арнайы бағана палау басқан ағамызға бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Арнайы қандай керемет тәтті болған екен. Мен сыйлығым болсын, сіздер айып етпеңіздер. Палау басқан ағам мен атынан беріңізші. Апарып бер. Арнайы бер. Стоп. Палау басқан атамызға беріңізші, мен ризамын. Бағана мен қанша беташарда негізі палау көп жемейтін, өте керемет дәмді болған екен. Құрметті қадірменді қонақтар, келеді. Рамазан орамал тоң болмайды, жол болады дейді. Қаншаншы оқтауың ұстап жатқан? Бірінші рет болып бұдайын, ұстамайын. Үйленесің ба? Иә. Қашан? Өскен соң? Ойбай, бергел. Қайқа. Орамал тоң болмайды, жол болады дейді. Мынау енді сенікі. Бәрін берейін ба? Сіздікін айтты ғой көршілер бар ауылдасың. Әлекеңе бір қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Бағана мен. Ай, палауды өте керемет басыпсыз. Ризамыз. Қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Міне, аман болсын ағаларымыз осындай. Менің көршілерім, жан көршілерім ғой. Мына жақта ең алғашқы көршілеріміз бар. Шәкір әпкеміз бастаған көршілеріміз бар алғашқы. Ал, мынау енді оқтау емес, саған анан айтадым. Орамал тоң болмайды, жол болады дейді. Құдай қаласа үйлен, бақытты бол, аман бол, иә? Ағаң бар ма алдында? Бар ма? Үйленген ба? Иә. Неғып жүрсің онда? Давай үйлен, құдай қаласа. Ал, бар енді оңға қарай кет енді, оңға. Былай қарай кет, оңға қарай. Жігіт, молодец, үйлен, құдай қаласа, бақытты бол. Апарып бер енді, орамал жоғалтып қойма. Ал, құрметті қадірменді қонақтар, арнайы келіміздің бетін кім ашады? Енесі ашсын, иә? Енесін шақырайын. Әкел деп аяқты орамалды. Дұрыс бұйырсын. Рахмет. Ал енді бүгінгі келіннің бетін апамыз аша ма?
Абысыңызға бәрекелді. Енем дедіңіз, о сіз бұрын, ой шіркін, бірінші шатасып кетті, енеме берем деп қойды. Ай дұрыс міне. Апаларымыздың жолын берсін, сіздердің жолдарыңызды берсін. Жас келінге ал жақсылап тұр, бисмиллахи-рахмани-рахим деп бүгінгі келіннің бетін арнайы өзіңіз ашып беріңіз. Келін бетін ашып, маңдайына сүйіп қойыңыз. Ал, қошаметтеп қосақ қойып. Бағанадан бері ақ келін деп жатыр, сәл қара болса айып етпеңіз, кеттік ал. Ал, қошаметтеп қошашу. Стоп. Ай шіркін міне, маңдайына сүйіп, сәл басыңды көтеріп қой, айналайын келін. Бетіне сүймейік, бет бақ болып кетпесін. Ал, тоқтаңыздар. Стоп. Ой, шашуды қой отырсаңыздаршы. Шашумен бірге кетіп қалдық қой бәріміз. Ал, енді сізге мың алғыс, аман болыңыз, бақытты болыңыз. Енді мен келін сіз шақырайын ортаға. Ал, құрмет қадірменді қонақтар, сәл бір 5 минут шыдаңыздар. Мына қақпақсыз қазанда қайнамайды, анасыз бала ойнамайды, баланың балтыры ауырса, ананың жүрегі ұстайды деген қазақпыз ғой. Бір қолмен әлемді, бір қолмен бесті тербеткен анамыз аман болсын әрқашанда. Енді мына осы оқтаудан құтылдым ау деп жақсылап тұр, бисмиллахи-рахмани-рахим деп келінге табыстаңыз енді. Ал, ұстап қылай, дұрыстап, ұратын адам ұстамай кішкене дұрыстап. Ал, сәлем салып, ала ғой. Міне бақытты болсын. Рахмет. Аман болыңыз, бар болыңыз, бақытты болыңыз, әрқашанда күліп ойнап жүре беріңіз. Келініңіз аман болсын, бала шағаларыңыз бақытты болсын. Енді Сетжан қайда? Шақырайыншы ортаға. Ал Сәке, бүгінген жан-жаның қолына ұстап кел жағын. Бір қадам алдыға шықыңыз. Жақсылап тұрып қараңыздар. Қолына ұстай ғой, жақсылап тұрып. Бәрекел. Тоғырды ғой? Тоғырды. Я деп қоясы жүрген. Бәрекел. Тоғырған көзі енді болып, аталарың жүріңіз, тоғыр, местерін білмей жүр. Ал, Құдай қаласа енді ант қабылдайсың, білесің, барлығымыздың басымыздан өткен. Мен саған сұрақ қоям, ант етем деп жауап бересің, Сәке. Құдай қаласа жан жарыңды аялап ұстауға ант етем. Сен қаттырақ айтсам, қоңын қысып жатырмын уже. Құдай қаласа жан жарыңды аялап ұстауға ант етем. Бәрекелді. Құдай қаласа жан жарың екеуің ата-аналарыңа жақсылап қарауға ант етем. Бәрекелді. Құдай қаласа достарың сағат 8-де келген кезде әйелінің рұқсатынсыз шықпауға сәл қалды ғой, ант етейін деп қалдым ба, не болды өзі? Не дейсің, жауап бер? Ант етейін. Жігіт қой, дұрыс жігіт. Құдай қаласа достарың келіп қалса сұранбуға ант етейін. Шіркін, бәрекелді, бақытты бол, аман бол. Ал енді келіннің антын қабылдай, құрметті қадірменді қонақтар, Құдай қаласа Сейітжанға жақсылап қарауға ант етейін. Бәрекелді. Қошемет қайда? Құдай қаласа қайнатаң мен қайненеңе жақсылап қарауға ант етем. Бәрекелді. Құдай қаласа Сейітжан олигарх болып байып кетіп жатып, миллиардер болып кетсе 4 әйел алуға оттама деді ғой негізі. Ішінен бәрекелді. Айтсайды өліп тұрды. Дұрыс, бақытты болсын, жастар аман болсын. Ал, құрметті қадірменді қонақтар, жақсылап тұрып қошеметтеп қол соғып қойыңыздар. Арнайы қазір келінімізге бата беретін үлкен ақсақал атамыз ортаға. Үш атамыз ба? Келіңіздер, мына жаққа қарай тұра қойыңыздар, қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі арнайы керемет баталарыңызды білдірсеңіздер. Алла қабыл еткесін. Әуелі Алла оңдасын, әулиелер қолдасын. Қосылған екі балаға жамандық деген болмасын, жаратушы құдірет. Жарылқаудың қамінет, қайбірін қыршаттен назарыңды салып өт, қиын қыстау күндерде. Жәрдемдесіп алып өт, бақыт дәулет перзентке болмасын, ешқасырет күрсілік болып тілеген тілекті Алла қабыл ет. Алла аманшылықты бергейсін. Екі балағын бақыттын бергейсін. Шаңырақтары биік, кергелері кең болсын, босағасы берік болсын. Құраларында қой болсын, үйлерінде бала болсын, Құдайым. Мұна ата-енелердің жолдарын бір үлкен азамат болып Құдайым. Азамат болғай Алла. Амин, бәрекелді. Құрметті тойшыл қауым, біріншіден мынау жиенімнің тойына келіп отырған барлық барша құда жездер, ағайын туыс жиендерге рахметімді айтқым келеді, алғысымды айтқым келеді.
Мынау мен үйленіп отқан жігіт жиеншарым бізді таныстырып, табыстырып отқан осы 2 жас бақытты болсын. Мына атамға да айтады, жаңбыр жауса жерге көреді, ата менен елге көреді дейді. Сіздер аумин деп қол жайып жатсаңдар, мен кішкене ғана батамды берейін. Енді ма бата? Аумин десең маған бата берейін саған, алтыннан болсын тағың, күмістен болсын жағың, арта берсін бағың. Әуелі Құдай қолдасын, сонан соң қыдыр орнасын, 90 інген бұталап, 9 келін қондансын. Ұлың оншақты болсын, қызың оншақты болсын, қазаның қасбақты болсын, сиырың басбақты болсын. Ей Алла, бәрін де сақта, әйелді байымен сақта, биені тайымен сақта, әр затты жұбымен сақта, өзіңді құнымен сақта. Жақсылық жағы төрлесін, жаманшылық көрмесін, аса берсін беделің, ошағың мәңгі сөнбесін. Адал болсын алғаның, аман болсын алжаның, арта берсін салмағың, балға бітсін бармағың, көбейе берсін жекжат сүйегің, қажымасын жігерің. Аумин. Мынау жиналған ағайын туыстар, бүгінгі мына тойларыңыз құтты болсын. Үйленіп жатқан 2 жас бақытты болсын. Осы үйде әрқашан той томалақ болсын. Жастар бақытты болсын. Өстен олғасын, өтілі шүгірлі бола беріңіздер. Беретін бақамыз. Бәрекелді, баталарыңыз қабыл болсын, құрметті қадірменді. Қазір тоқтаңыздар 1 минут. Ал, ойбуынан ұмытып бара жатыр екенбіз. Мынау енді сенің айлық емес, жылдық емес, сағаттық емес, секундық табысың. Құдай қаласа осындай болсын, бай бол, бар бол. Мына бай болған жақсы ғой, әрқашанда. Аман жүр, бақытты бол. Енді мынау саған бәрі бұйырмайды, енді апарып бере ғой, енді өзің біліп тұрсың ғой, өзіңді берші. Айдала қарап қойды, папасы білмейді анамса айдала қарап. Стоп. Папасы кімге береді? Қара келін. Басын көтеріп қара. Папасы кеңіз. Ойбу, кесеңші бер қарай. Келін керек па, банкі керек па? Келін керек. Рахмет бересіңіз. Алалайыз. Ал, кел, Сетжан. Ал, міне, бақытты бол, аман бол. Құрметті қадірменді қонақтар. 2 жас бақытты болсын деп, қошаметтеп қол соғып қойыңыздар. Сен 2 қолын көтер. Достарыңа бит сау болыңдар деп бойдақтарға. Халқа үйленгенде мен араласасын. Ал, бақытты бол, аман бол. Ал, құрметті қадірменді. Барша келіңіздер 2 ауысының, сіз боссыз. 2 ауысының келіңіздер 2 шетіне. Ал, енді қазір келіндеріңіз үйге кіреді. Кіресіздер, қайдасыздар. Мазаламаңыздар. Тесте ішіп отырып алмаңыздар. Кешкен шай ішіп, үйлеріңізге барып ішіңіздер, құрметті қадірменді қонақтар. Бақытты болыңыздар, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Қазағымыздың ұрпағы көбейе берсін. Ал, құтты болсын, ортада би, жібер маэстро. Келіндеріңіз құтты болсын. Балғыруы.
фразе сладкой между нами ночь загадкой. Назову тебя шоколадкой. Ты играешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Мной играешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Но не знаешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Что растаешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Мы горели, а в бокале ликипели. Мотыльками не летели, ветер нас качал в колыбели. Ты играешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Мной играешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Но не знаешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Что растаешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Ты играешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Мной играешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Но не знаешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Что растаешь, шоколадка, тики-так, тики-тики-тики-так. Vatanımın gülüm sızılar, var mı o yiğit çok kızılar. Vatanımın gülüm sızılar, var mı o yiğit çok kızılar. Zamanımda azak kuş, devrede düş, devrede düş. Zamanımda azak kuş, devrede düş, devrede düş. Mehnat kılıp doğmanız, var bu bende hormanız. Mehnat kılıp doğmanız, var bu bende hormanız. Günlerine kılıp kuş, devreye düş, devreye düş. Günlerine kılıp kuş, devreye düş, devreye düş. bir uşuk aytamam Haydasan eng sargin oz Düşlerimde ko'raman Ay yüzlü jamolinden Senga bir uşuk aytamam Haydasan eng sargin oz Düşlerimde ko'raman Ay yüzlü jamolinden